Қайырлы күн, қадірменді кішкентай достарым. Бүгін біз сіздерге әжемнің ертегі айдарын ұсынамыз. Қазақ халқы ауыз әдебиетіне бай халық, өздерің білесіңдер. Қазақ халқы ауыз әдебиетіне ертегілер, батырлар жыры, аңыз әңгімелері жатады. Бүгіннен бастап біз сіздердің назарларыңызға әжемнің ертегісінен жақсы ертегілер оқып беріп отырамыз. Ертегілердің мән мағынасы, тәрбиелік мәні өте жоғары. Бірі достыққа баулса, бірі еңбек құмарлыққа, бірі жанашырлыққа, екіншісі отан сүйгіштікке баулайды. Сондықтан, құрметті балалар, сіздерге тамаша ертегі оқып берем. Еңбек етсең, ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді қазақ халқы. Бүгінгі ертегі мазмұны осыған саяды. Ендеше тыңдаңыздар. Ертеде бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласын айтады екен. Балам, анау тағаны ала жүрші, дейді. Баласы әкесіне, әке, сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын, деді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң, шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бір талай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң, әкесінің қолынан бір шие жерге түсіп кетеді. Артында келе жатқан бала тымақ қызығып келеді екен, жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салып жіберді. Бітегенеден соң және бір шиені, онан біраз өткен соң тағы бір шие, сонымен әр жерде әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып баласына: көрдің бе, мана тағаны жамансынып жерден бір ғана иіліп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің балам. Мұнан былай есіңде болсын. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен құр боласың, дейді әкесі. Қазақ халқымыз еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп бекер айтпаса керек. Құрметті балалар, өздерің арналған бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды.